Сәлеметсіздер ме? Денсаулық әлеміне қош келдіңіздер. Саниева компаниясының кеңесші дәрігері Клара Дүйсенбайқызы. Бүгін сіздерге жалпы адам ағзасында асқазан ішек аурулары жолындағы іштің қату проблемалар жайында сіздерге кеңес бергім келеді. Жалпы асқазан ішек аурулары бізде қалай пайда болады? Ең бірінші, біз рационымызды дұрыс қалыпта қоймайтын болсақ, бізде асқазан ішек жолдарындағы аурулар, іштің қатуы. Қазіргі таңда ең көп проблемалардың бірі бұл адам ағзасындағы іштің қатуы. Іш қату не себептен болады? Біз таңертеңгісін суды ішпейміз, кофе ішеміз, шай ішеміз. Бұлардың барлығы біздің іш қатуға, әрі фастфудтарды жейміз. Таң атқаннан біз керекті пайдалы өнімдерді пайдаланбай, керекті өзімізге ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіретін өнімдерді пайдаланбай, біз осы іш қату проблемаласын кезіктіріп жатамыз. Негізгі біздің ас қорытуымыз біздің ауыз қуысынан басталады. Аузымызға түскен тағамды шайнау арқылы. Шайнаған кезде бізде ауыз қуысында сілекей, яғни ауыз қуысындағы ферменттерді жұмысқа қосылып, шайнағаннан бастап, осы асымыз біздің осы ферменттермен, сілекеймен байланыста болып, асқазанға қарай сигнал барады. Сигнал барған кездері уже біздегі асқазандағы ферменттер бөлінеді, тұз қышқылы бөлінеді. Асқазанға түскенде өт жұмысын бастайды. Өттің сұйылып, өттің түсуінің барлығы осы бізде ағзамыздағы күрделі механизм бұлардың барлығы. Бұны біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Сол үшін біз ең бастысы аузымызға түскен тағамды, қандай тағам жеп жатырмыз, пайдалы ма, пайдасыз ба, осының барлығына мән бере отырып, әрі міндетті түрде 40 рет шайнауымыз керек. Себебі бізде аузымызда ғана тіс бар, асқазанымызда бізде тіс жоқ. Соны есепке ала отырып, біз осы ауыз қуысының жұмысына біз өзіміз көмек беруіміз керек. Себебі денсаулығымызға біз өзіміз жауаптымыз. Іш қатудың проблемалары бірінші дұрыс тамақтанбау, су ішудің қалыпты еместігі, суды аз мөлшерде қолданғанның себебінде және түрлі тәтті тағамдарды, фастфудтарды, газдалған сусындарды, энергетикалық сусындарды пайдаланудың арқасында біз осы іш қату проблемасына жолығып жатамыз. Бүгінгі таңда сіздерде Саниева компаниясының осы бірден-бір запордан, іш қату проблемасынан, әрі асқазан ішек жолдарындағы, өт бауыр жолдарындағы проблемалардан құтылуға сіздерге осы Саниева компаниясының таза табиғи өнімдері, бұл шөптердің барлығы соңғы нанотехнологияны пайдалана отырып, суықта кептіріп, барлық биологиялық құндылықтары мен белсенділіктері, шөптердің барлық қасиеттері сақтала отырып жасалған өнімдер. Бірінші біз сіздерге ішкі құрылысты тазалауда инулан өнімі және пейхуди өнімі ұсынылады. Не себептен? Себебі инулан өнімі біздің ағзамыздағы шегіміздегі қатқан қақтарды ішекке түсіру арқылы, жеңіл жұмсарту арқылы біздің ішегіміздегі токсин мен шлактардан артық адам ағзасына керек емес тұздардан, майлардан арылуға көмектеседі. Құрамында мия шөбі және Александрия жапырағы, зығыр тұқымы. Осы өнімдердің арқасында біздің ағзамыздағы ішектегі токсин шлактардан арылуға көмектеседі. Мияны білесіздер, адам ағзасына ең қабыну процестеріне көмектеседі. Мия біздің алтын тамыр деп аталады. Адам ағзасындағы күшін, иммунитетін көтеруге көмектесетін, әрі ағзадағы барлық қабыну процестерінен арылуға көмектесетін өнім. Зығыр өнімі біздің ішектеріміздегі жұмсартып, ішектегі барлығын көмектеседі. Себебі зығырдың құрамында бізге керек барлық микроэлементтер, фосфор, калий, магний, селен сияқты микроэлементтер, әрі зығырдың құрамында май бар. Сондықтан біздің ішектегі жұмыстарымызды қалыпты жұмыс жасауына, осы ішектегі қатқан қақтардан құтылуға осы инулан өнімі көмектеседі. Келесі пейхуди чай не үшін қосамыз? Себебі ішекке түскен барлық шлак токсиндерді, артық майларды, ішектің перистальтикасын, яғни ішектің жиырылу процесін жақсартып, осы ішектен сыртқа қарай шығаруға көмектесетін бұл пейхуди өнімі. Осы екеуін қолдана отырып, біз ағзадағы іш қату проблемасынан құтылуға мүмкіндік береді.
Жалпы ішектің жұмысы айттым ауыз қуысынан басталады, және біздер осыларды комплексына беріп отырамыз, себебі асқазанның жұмысын, ішектің жұмысын қалыпқа келтіруіміз керек, бауырдың жұмысын қалыпқа келтіріп отырып, және бауыр өттің, сұйылып өттің жаңа қызметін қалыптастырып отырсақ, осы өнімдерді біз комплексына курспен ішіп отыратын болсақ, асқазан ішек жолдарындағы және запордан құтылуға бізге мүмкіндік бар. Бұл фарабиз өнімі қандай қасиеті бар? Бұл асқазанға түскен асты, асқазанның перистальтикасын, яғни моторикасын қалыпқа келтіреді, әрі сіңіру процесін. Біздің ағзамыздағы көп тамақ ішкеннен кейін желдену болып жатады, ас қорыту, ауырлық танытып жатады. Асқазан тамақ ішіп болғаннан кейін ауырлық сезімі болады. Осылардың барлығын арылуға осы фарабиз өнімі бізге көмектеседі. Біз дұрыс тамақтанбаған кезде біздің бауырымыз адам ағзасындағы сүзгі болып табылады. Осы сүзгінің жұмысы қалыпты болып тұрса, біз ешқандай асқазан ішек жолдарындағы ауруларға тап болмаймыз. Сол себепті біздің ағзамыздағы бауырдағы гепатоцит клеткалардың қалыпты жұмыс жасауына, гепатоцит клеткалардың орнын толтыру үшін біз осы Life 8 өнімін қолдануымыз керек болады. Адам ағзасындағы 3 сұйықтық: қан, лимфа және өт сұйықтығы. Осы 3 сұйықтық бізде жақсы жұмыс жасайтын болса, сұйық қалыпта болатын болса, біз ешқандай ағзамыз ешқандай дерттермен жеңуге біздің өзіміздің ағзамыздың күші болады. Сол себепті осы өт жолдарын сұйылту үшін, өттің қалыпты жұмыс жасау үшін біз осы бауыр және өт шайын ұсынамыз. Осының барлығын комплексына лечение ала отырып, біз асқазан ішек жолдарындағы жұмысын қалыпқа келтіреміз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.